Сәлем достар. Кешегі менің бүйректі тарымен емдеу туралы видеомда көптеген сұрақ болған екен. Сүйек пе, тары ма деп. Тары деген мына осындай болады. Біздің батыс өңірі бар ғой. Атырау, Ақтау, Ақтөбе. Осындай тарымен шай ішіп, тарының дәмі ол шайға салғанда өте дәмді. Өзінің бір ерекше тән хош иісі бар. Міне көріңіздер, тары осындай болады. Ал сүйек дегеніміз бұдан ақшыл түсті болады. Және ондай иісі болмайды. Тарымен ішкен шайдың дәмі бөлек. Терлеп ішіп, әңгімені айтып ішкенде шаймен шөліңізді қандырады. Міне көріп алыңыздар, тары осындай болады. Бұл ақталған тары деп айтады, дайын тары. Ал енді шикі тары, ол сырты қызғылт қоңыр қабы бар. Шикі тарыны қуырады, одан қаралап түйеді, оның кебегін желге ұшырып тазартады, одан кейін қайтадан тағы да түйеді. Сол кезде бірнеше этаптан тұрып осындай дайын тары пайда болады. Астарыңыз дәмді болсын, ем болсын, тарыны біле жүріңіздер.